Сәлеметсіздер ме? 11 сынып жаратылыстану бағыты геометрия. Сабақтың тақырыбы шар және оның бөліктерінің көлемдері. Бүгін сіздермен шардың бөліктері, сегмент және сектордың көлемдерін табатын боламыз. Шардың әрбір қимасы екі бөлікке бөлінген қимадан. Осы екі бөлікте шардың сегменті деп аталады. Кіші сегменті және үлкен сегменті. Осы сегменттің көлемін анықтауға біз мынау кескінге қарайық. Алдыңғы сабақта пайдаланғандай ОП және ОН осы жарты дөңгелектің радиустары. Біз ОЛ бөлігін, ЛП бөлігін осы сегменттің биіктігі деп алайық. Олай болса, ОЛ дегеніміз осы радиустан H биіктікті азайтқанға тең болады. Осы өлшемдерді пайдаланып, интеграл арқылы көлем есептеу формуласынан пайдаланамыз. Білеміз, үш өлшемді кеңістіктер өткен тақырыпта біз мына қиманың формуласын SX пайдаланып, шардың көлемін анықтадық. Енді осы қиманың формуласын тағы да пайдаланып, біз сіздермен мына сегменттің көлемін анықтаймыз. Бізде одан айырмашылығы тек қана екі шекті шектері ауысады. Шектеріміз L және P аралығында болады. Олай болса, LP H биіктігі болатын болса, L-дан P-ға дейінгі шектеріміз R азайту H және R-ге дейін өзгеретін болады. Көлем жақша ішінде R-дің квадраты азайту x квадрат dx қимадан алынған 0 және R аралығындағы интегралы шектерге R азайту H және R нүктелерін қоямыз. Сондағы анықталған мәнін табамыз. R квадрат ол тұрақты шама болғандықтан, оның алғашқы функциясы R квадрат x болады. Ал x квадраттан алынған алғашқы функциямыз x куб бөлінген 3. Пи тұрақты шама ол мына аралықтағы көлемі. Нәтижесінде x-тардың орнына біз екі шекті қойған кезде шығатын жауабы пи h-тың квадраты көбейтілген жақша ішінде радиус азайтылған биіктіктің үшке қатынасының көбейтіндісіне тең болады. Нәтижеде біз сегменттің көлемін таптық. Сегменттің көлемі балалар пи h-тың квадраты көбейтілген жақша ішінде радиус азайтылған h бөлінген 3-ке тең болады екен. Келесі шар секторы. Балалар, мына кескінге қарайық. Егер шардан осындай етіп шар бөлігін қиып алғанда пайда болған бөлік шар секторы деп аталады. Шар секторы екі бөліктен тұрады. Мына кескінге қараңыздар. Ол мына жоғарғы бөлігі біз шар сегменті деп таныстық. Ал оның екінші бөлігі біз білетін геометрия курсынан конус екені көрініп тұр. Демек, біз шар секторының көлемін табу үшін екі көлемді пайдалануымыз қажет болады екен. Олар шар сегменттің көлемі және конустың көлемі. Осы екі көлемді қосудың нәтижесінде біз сектордың көлемін аламыз. Ал тағдан жарты шарға қарайық. Біз LP биіктік деп алған едік сегментке. Және OL X айнымалысынан белгілеген едік. OL дегеніміз LP шардың биіктігі, біздің сегментіміздің биіктігі болатын болса, OP шардың радиусы болатын болса, онда OL радиус азайтылған H-қа тең. Бұл жерден біз LN мына қиманың радиусын тауып алайық. Түбір астында Пифагор теоремасынан радиустың квадратынан
OL катеттің квадратын азайтқандағы мәніне тең болады. Ол тең болады. Егер жақшаларды ашып, есептеп шығатын болсақ, түбір астында 2RH азайту H-тың квадраты мәні шығады. Енді сектордың көлемін анықтау үшін сегмент және конус көлемдерінің қосындысын табайық. Біз бұдан алдыңғы сабағымызда, алдыңғы слайдымызда сегменттің көлемін таптық. Сол сегменттің көлемін әкеліп қойдым. Қосылған 3/1 көбейтілген пи ln, көріп тұрсыздар, ln, ол мына конустың табан радиусы. OL конустың биіктігі тең болады. Тағы да сегменттің көлемі қосылған 3/1 пи. Бұл жерде ln дегеніміз мінекей белгілеп тауып алдық. Осы өрнектің квадраттаған кезде түбір кетеді. Жақша ішіне 2r көбейтілген h азайту h-тың 2 дәрежесі. Көбейту OL дегеніміз ол конустың биіктігі болып тұр. OL-ді r азайту h-ті белгілеп алғанбыз. Оны да әкеп қойдық. Нәтижеде есептеп барысында ықшамдаған кез бізде 3/2 пи көбейтілген r-дің 2 дәрежесі h шықты. Ең соңғы нәтиже шар секторының көлемі балалар 3/2 пи көбейтілген r-дің 2 дәрежесі көбейтілген h-ға тең. Бірінші жаттығу. Шардың диаметріне перпендикуляр жазықтық оны 6 см және 12 см бөліктерге бөледі. Шардың көлемі қандай бөліктерге бөлінеді? Мына қиманың арқасында біздің шарымыз 2 бөлікке бөлінді. Байқасаңыздар, екеуі де 2 сегмент. OO1 6-ға тең, OO2 12-ге тең. Олай болса, осы 2 бөлікті қосатын болса, байқасаңыздар, шардың диаметрі шығып тұр. 6-ға 12 болса 18. Демек, диаметрдің жартысы шардың радиусы шығады. 18-дің жартысы 9 см. Енді кезекте біз жоғарғы сегменттің көлемін табамыз. Сегменттің көлемін табудың формуласын анықтап алдық. Біз тек қана сандық мәндерді ғана апарып қоямыз. OO1-іміз 6-ға тең, орындарына қойғанда 252 пи сантиметрдің 3 дәрежесіне тең болды. Ал шардың төменгі бөлігінің көлемін табу үшін бізге үлкен шардың көлемінен кішкене шар сегменттің көлемін азайтқанға тең болады. Үлкен шардың көлемі 3/4 пи r-дің 3 дәрежесіне тең. Ондағы сандық мәні үлкен шардың радиусы 9 см. Соны апарып қойған кезде 972 пи азайту 252 пи. Нәтиже 720 пи шықты. Екінші жаттығу. Шар бөліктердің көлемі. Егер шардың радиусы 10 см-ге, ал сәйкес шар сегментінің биіктігі 7 см-ге тең болса, онда шар секторының көлемін тап. Анықтау үшін біз сіздермен шар секторының формуласын таптық, дәлелдедік. Сол формуланы пайдаланамыз. Мұндағы r шардың радиусы, h сегменттің биіктігі болса, сандық мәндерін қоюдың нәтижесінде оның квадрат көбейту 7, жауабы 1400 пи бөлінген 3 см 3 дәрежесі шықты. Сабақты бекіту үшін сұрақтар. Шар сегменттің биіктігі қайда жайласқан? Шар секторы қандай бөліктерден тұрады? Шар сегменттің көлемін табу формуласы қандай? Шар секторының көлемін табу формуласы қандай? Балалар, тапсырма. Егер шардың радиусы 8 см-ге, ал сегменттің биіктігі 3 см-ге тең болса, онда шар сегменттің көлемін тап. Екінші тапсырма. Егер шардың радиусы 10 см-ге тең, ал сәйкес шар сегменттің биіктігі 7 см-ге тең болса, онда шар секторының көлемін тап. Балалар, формулаларды пайдаланамыз.
Енді тақырып бойынша өз бетімен жұмыс істеуге қосымша ресурстарға сілтемелер жазып аламыз. Білімдер. Тақырып бойынша өз бетімен жұмыс істеуге қосымша ресурстарға сілтемелер. Балалар, осы сілтемелерді жазып аламыз. Бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.